Қанды тазарту арқылы ревматизм, артрит, анемия, буын мен бұлшық еттердің шаншып, сырқырап ауруынан құтыласыз. Денсаулық саласының мамандары қанды тазартып тұруға кеңес береді. Оның денсаулыққа пайдасының ұшан теңіз екенін алға тартады. Өйткені көптеген аурулардың пайда болуына қанның тікелей ықпалы бар. Біз қанды тазарту арқылы ағзадағы улы заттардан, шлактан, белгісіз аурулардың қоздырғыш ошақтарынан арыламыз. Қанды тазалау нәтижесінде қанның қоюлануы болмайды. Ішкі ағзалардың жұмыс істеуі жақсарады. Ұйқысы түзеледі. Ойлау, есте сақтау қабілеттері артады. Иммундық жүйе нығаяды. Аллергиялық аурулар азаяды. Қаныңыз таза болса, бауыр, асқазан, ішек, шлактан тазарады, әрі сыртқы ішкі саулығыңыз жақсарады. Достар, бүгінгі видеода қанды тазартуға арналған қолжетімді 4 әдісті айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Және де достар, менің каналымды 97% адам тіркелусіз қарайды екен. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп кетулеріңізді өтінемін. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мені шабыттандыра түседі. Қан адам ағзасындағы ең маңызды сұйықтық. Ол ағзаға қажетті дәрумендерді, минералды және биобелсенді заттарды денеге таратады. Сондықтан да қанды тазалап тұру қажет. Өйткені қанға да шлак, улы заттар жиналып, оның айналу жұмысын нашарлатады. Қанды тазалау үшін дәрі ішіп, екпе салудың қажеті жоқ. Бар болғаны үй жағдайында мына халықтық әдістерді қолдансаңыз болғаны. Қан тазарып, жасарады. Қан тазарған соң, сыртқы және ішкі саулығыңыз жақсарып, өзіңізді сергек сезінесіз. Сіздерге айтатын әдістер қаныңызды улы заттан, шлактан тазалайды, әрі қан айналымды жақсартады. Сондай-ақ, ақуыздың деңгейін реттеп, қанның құрамын жақсартады. Ол үшін мына шөптерден тұнба әзірлеп қолданыңыз. Қалақай тұнбасы. 200 грамм қалақай жапырағын жақсылап жуып, эмаль ыдысқа саласыз. Үстіне 500 мл қайнаған су құйып, қақпағын жауып қойыңыз. 1-2 сағаттай тұнған сусынды сүзіп алып, 500 грамм қант араластырасыз. Ыдысты отқа қойыңыз. Қант ерігенше баяу отта қыздырасыз. Бір қайнап шыққан соң, дайын болған тұнбаны шыны ыдысқа құйып, қақпағын мықтап жабасыз. Бұл тұнба қанды тазалаумен қатар жөтелді, баспаны, суықты емдеп, иммунитетті көтереді. Қырмызгүл мен бүрген тұнбасы. Қырмызгүл календула, бүрген калина деп аталады. 2 литр суға 30 грамм кептірілген қырмызгүл мен бүрген ұнтағын салып отқа қоясыз. Қақпағын мықтап жауып, баяу отта қайнауға жеткізесіз. Сосын оттан алып қою керек. Салқындаған кезде қабатталған дәкенің көмегімен сүзіп алып, 50 грамм бал араластырасыз. Дайын болған емдік тұнбаны бірнеше сағатқа тоңазытқышқа қою керек. Ем ретінде 300 мл тұнбаны таңертең таңғы астан алдын ішесіз. Ақжелкен тұнбасы. 50 грамм ұнтақталған ақжелкен тамырын 500 мл суға салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң оттан алып, 2-3 сағат тұндырасыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, тамақпен бірге қабылдайсыз. Емді күніне 3-4 рет жүргізуге болады. Қайың шырыны. 1 апта бойы үзбей қайың шырынын ішсеңіз, қаныңыз тазарып, қан айналым жақсарады. Нәтижесінде бойыңызды дендеген дерттен құтыласыз. Өзіңізді жайлы сезініп, саулығыңыз жақсарады. Осы кереметке ие болу үшін тәулігіне 1-2 литр қайың шырынын ішуді әдетке айналдырыңыз. Халықтық әдістен бөлек, күнде тұтынатын кей тағамдар да қанды тазалауға қабілетті. Оған лимон, сәбіз, брокколи, қызылша, алма, куркума жатады. Осы жемістер мен көкөністерді жиі жеп жүрсеңіз, қанды улы заттан оңай тазартасыз. Сонымен қатар, асқазан ішек жолдары мен бауырдың саулығын жақсартасыз.
Бүгінгі ақпаратым сіздерге ұнады деген ойдамын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көптен көп рахмет. Осы видеоны пайдалы деп білсеңіздер, өз достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Келесі кездескенше сауда саламат болыңыздар.